Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Мен сіздерге бүгін салауат туралы айтып беремін. Жалпы кез келген діни кітаптан немесе уағыздардан естіп жүрген шығарсыздар, иә, пайғамбарымызға салауат айту керек деген сөзді. Сосын салауат деген не, қалай айтамыз деген ойдың да келгені анық. Міне мен сіздерге бүгін сол салауат туралы кішкене кеңінен айтып бермекшімін. Салауат дегеніміз араб тілінен алғанда құрмет, тілек, береке деген мағынада келеді. Яғни біз салауат айту арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сүйіспеншілігімізді жеткіземіз, оны сағынғанымызды, оған деген құрметімізді көрсетеді екенбіз. Өйткені Алла тағаланың өзі пайғамбарымызға салауат айтуға шақырады, ал салауаттың ең жеңіл түрі, ең жиі айтылатын түрі ол саллаллаху алейхи уассалям, қазақшасы пайғамбарымызға Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын деп келеді екен. Салауаттың одан да өзге түрлері көп. Біз намазда үнемі айтатын Аллахумма салли деп келетін салауатта бар, одан басқа да түрлері көп. Рамазан айын пайдаланып пайғамбарымызға салауат айтуды әдетке айналдырыңыздар. Күніне кемінде 100 салауаттан айтып отырыңыздар. Сонда сіздердің де өмірлеріңізге береке кіреді. Алла қаласа ертең пайғамбарымызбен кездескен кезде пайғамбарымыз бізге шапағатшы болады екен. Яғни біз өзімізді пайғамбарымыздың үмбеті санағаннан кейін оның шапағатына мұқтажбыз ертең. Сол себепті де салауат айтып жүрген адамға пайғамбарымыз шапағат етеді. Салауатты жаңада айттым, оны тәспімен айтуларыңызға болады, немесе сәжде кезеттегі программа арқылы сондағы салауаттың бір түрін жаттап алып, сол жерде де айтып санап жүрулеріңізге болады. Егер қазіргі Рамазан айында салауат айтуды әдетке айналдырсаңыздар, кейін Алла қаласа басқа айларда да үнемі үзбей айтып жүретін боласыздар. Бүгінге осы. Егер сіздерге басқа да тақырыптар, қандай да бір тақырыптар қызық болса, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Салауат айтып жүресіз бе, оны да жазыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.